алтыда 44-ші есебін шығарамыз. Бірінші есепке назар аударайық. Ортақ бөлімі n-нен болады. Мұнда n болады. Демек, m, n қосылған 1 болады. Одан ары қарай ықшамдалмайды, қалдыра береміз. Екінші есебімізде ортақ бөлімі y болады. Мұнда y-тен береміз. x минус x, y болады. Үшінші есебімізде ортақ бөлімі a болады. Мұнда a-дан береміз. Сонда a квадрат қосылған b минус a квадрат болды. Енді мына екеуі қысқарып кетеді. Сонда b бөлінген a екен. Келесі төртінші есебімізде ортақ бөлімі b-дан береміз. Мұнда b болады. b азайтылған b минус a екен. Яғни бұл жерде мына екеуі бір-бірімен қысқартылып кетеді. Сол кезде мына жерде минус-минусын плюс болады. Мына жерде түсіндіре кетейін. Мына алдындағы таңба мен мына таңба көбейтіліп кетеді. Сол кезде мына жерде плюс таңбаны беріп тұр. Демек, a бөлінген b екен. Келесі есептеріміз шығарайық. Ортақ бөлімі тағы да a-дан болады. Демек, 2a квадрат b азайту b минус a квадрат b болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, 2a квадрат b-дан азайтамыз, 1a квадрат b-ны. Демек, 2-ден 1-ді азайтсақ 1 болады. Яғни 1-ді жазбаймыз, a квадрат b болады. b азайтылған b болады, бөлінген a. Келесі төртінші есебімізде, алтыншы есебімізде ортақ бөлімі x квадрат болады. Демек, мұнда x-тен, мұнда x квадраттан береміз. Сонда x квадрат a болады, минус болады, bx болады, минус a болады. Соңғы жетінші есебімізде x, y болады ортақ бөлімі. Демек, y-тен, мұнда x-тен, мұнда x, y-тен. 5x, y, минус y, минус x-тен болады. Яғни, 8-ші есебімізде ортақ бөлімі 6 болады. Демек, мұнда 6-дан, мұнда 3-тен, мұнда 2-ден береміз. Яғни, 6a болады, көбейтеміз, минус 3a, минус-минусын плюс 1/3 болады, плюс 2a, мына жерде плюс 2a, плюс-минус минус 2 4 болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Және де мына жерде түсіндіре кететін нәрсе, мына минус таңба мен минус таңба плюс таңбаны береді. Яғни, плюс-минусым минус таңбаны береді. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Мен астына жазайын. 6-дан азайтамыз 3-те 2 болады. Мына жерде 6-дан 3-те азайтамыз 2, 2-ге 2-ні қосамыз. Сонда 4a болады екен. 3-тен 4-те азайтатын болса, минус 1 болады. Бөлінген 6. Осымен 44-ші есебіміз аяқталды. Енді 45-ші есебімізді шығарамыз. Теңдеуді шешіңдер дейді. Теңдеуді шешпес үшін бұл жіктің біз бір жағын, яғни ортақ бөлімін келтіріп орындап алсақ болады екен. Демек, ортақ бөлімі мына жерде 12 болу керек болатын болса, онда бөлшектің келесі жағында сол 12 деген санға көбейтіп жібереміз. Демек, мына 12 болу үшін мұнда 3-тен берем, 3 4 12, мұнда 4-тен берем, мұнда 12-ден берем. Енді бөлшектің бөлімін тастай саласыздар да, алымымен шығара бересіздер. 3x қосылған 4x тең болады. 12-ні 7-ге өтеміз. 2 7 14 бір ойда, 1 7 ойдағы 1 бар, яғни 84 болды. Демек, 3-ке 4-ті қосамыз 7x тең болады, 84. X-іміз тең болады, 84-імізді бөлеміз 7-ге. X-іміз тең болады 12 екен. Келесі екінші есебіміз шығарайық. Екінші есебімізді ортақ бөлімі келтіріп алу үшін 2 5 10 болады. Демек, мына жерде 10-нан береміз. Қазір мұнда 2-ден береміз, 2 5 мұнда 5-ден, мұнда 10-нан береміз. Ортақ бөлімі өйткені 10-нан болды. Демек, 4x болады, қосылған 5x болады, тең болады 90. Яғни 9x тең болады 90. X-іміз тең болады 90-ды бөлеміз 9-ға, X-іміз тең болады 10. Енді мына жерде ортақ бөлімі 8 болады. 2 4 8 ғой. 8 болатын болса, мұнда 8-ден беріп қояйық. Мұнда
8 болу үшін 4-ке көйсек 2 4 8, мұнда 2-ке көйтеміз. Демек 2 5 10, x минус 4, x тең болады 24. Ал 10-нан 4 тазайсақ 6x болады, мұнда 24. X-іміз тең болады 24-ті бөлеміз 6-ға, яғни x-іміз тең болады 4 болады. Келесі 4-ші есебіміз шығарайық. Ортақ бөлімі 50-ден болады. 50-ден болатын болса, онда мұнда 10-нан болады, мұнда 5-ден болады екен. Демек, мына жерде 40, x минус 5, x тең болады 5 7 35, яғни 350. Демек, 35 x тең болады 350, x-іміз тең болады 350-ді бөлеміз 35-ке, x-іміз тең болады 10-ға. Ортақ бөлімі 6-4-24, 24-ден болуға болады, немесе 12-ден болуға да болады екен мына жерде. Өйткені 12 саны 2 6-ға да бөлінеді, 4-ке де бөлінеді. Демек, мұнда 3-ден болады, 3 4 12, мұнда 2-ден болады. Сонда 3-ім 9x қосылған, 2 5-ім 10, x тең болады, яғни 12-ні 38-ге көбейтеміз, 456. 19x тең болады 456. X-іміз тең болады 456 бөлінген 19. X-іміз тең болады 24-ке. Ортақ бөлімі 6-дан болады. Демек, мұнда 3-ден, мұнда 2-ден болады. 4x қосылған 3 5 15. X тең болады 114. Яғни 4-ке 5-ті қоссақ 19x тең болады 114. X-іміз тең болады 114 бөлінген 19. X-іміз тең болады 6-ға. Яғни бүгінгі шығарған 100-де 6-да 44, 6-да 45-ші есебіміз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер түсініксіз болса, тағы да бір қарап көрсеңіздер болады. Каналыма жазылыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.